Сізге бұған дейін тағдырыңмен келіс, компрессиялық шұлық ки және аяғыңды көтеріп жатып ғажайып күтпе деп талай рет айтқан шығар. Мүмкін бұдан жұмсағырақ жеткізген болар, бірақ мағынасы бір, ол үміт үзу. Ал егер сізге бәрін айтпаған болса ше? Егер дәл қазір сіздің денеңізде осы процесті кері бағытқа бұралатын жасырын механизм болса, бірақ оны әлі ешкім іске қоспаған болса ше? Бүгін мен Мирас Ерланұлы сіздерге веналардың жағдайын түбегейлі өзгертетін 3 арнайы қозғалыс туралы шындықты айтамын. Бірақ жаттығуға көшпес бұрын бір маңызды дүниені ұғынуымыз керек. Бұл жай ғана механикалық қозғалыстар емес. Сіз оның мәнін түсініп, нақты ережелермен орындаған сәтте ғана ол денсаулығыңызды қалпына келтіретін ең қуатты құралыңызға айналады. Денсаулығыңызға жаңа көзқараспен қарауға дайын болсаңыз, бастаймыз. Аяғыңыздағы әрбір вена тамырының ішінде кішкентай клапандар бар. Оларды тек бір бағытқа, жүрекке қарай ашылатын бір жақты есіктерде елестетіңіз. Бұл жүйенің жұмысы өте қарапайым әрі дәл. Қанның Б бөлігі жоғары көтерілгенде клапан ашылып, оны өткізеді де, қан қайта кері кетпеу үшін сарт етіп жабылады. Осылайша қан гравитацияға қарсы тұрып, секунд сайын жоғары өрлейді. Егер осы механизм бұзылса, қан төменгі жақта жиналып, тамыр ішіндегі қысым артады. Нәтижесінде тамыр қабырғалары созыла бастайды. Тамыр созылған сайын клапандар бір-біріне жетпей, арасы ашылып қалады. Клапандар тығыз жабылмағандықтан қан еркін кері ағады. Медицинада бұны рефлюкс дейді. Қан кері аққан сайын қысым одан сайын артып, тамырды одан әрі кеңейтеді. Варикоз. Бұл сырттан дұрыс көмек берілмесе, өздігінен тоқтамайтын процесс. Ол тек бір бағытта, нашарлау жағына қарай дами береді. Біздің бүгінгі мақсатымыз осы тұйық шеңберді үзу, тамыр қабырғасына түсетін ауырлықты азайту. Дәл қазір мен сіздерге сол ішкі механизмді қалай іске қосуға болатын туралы айтамын. Клапандар бұл жүйенің тек жартысы ғана. Оны жаттықтыруға болады, бірақ бұл туралы сізге ешкім айтпаған болуы мүмкін. Сіздің балтыр бұлшықеттеріңіздің ішінде кардиологтар екінші жүрек деп атайтын механизм жасырын. Бұл жай ғана метафора емес, бұл физиологиялық шындық. Сіздің бұл екінші жүрегіңіз қазір ұйықтап жатыр. Ол бұзылмаған, жоғалып кетпеген. Ол жай ғана іске қосылу сигналын алмай тұр. Неліктен варикоз көбіне 40 жастан кейін асқынады? Клапандардың әлсіреуі бұл тек салдар ғана, ал негізгі себебі бұлшықет сорғысының помпа жұмысын тоқтатуы. Бұлшықеттер жоқ болып кеткендіктен емес, олардың қажетті деңгейде жиырылмауынан. Кәдімгі күнімізді көз алдыңызға елестетіңізші. Үстел басында отырасыз, көлікте немесе автобуста отырасыз, теледидар алдында отырасыз, кезекте қозғалыссыз тұрасыз. Осы сәтте балтыр бұлшықетіңіз не істеп жатыр? Ештеме. Ол өшірулі. Тамырлар жиырылмайды. Қан сағаттар бойы бір орында тұрып қалады. Күн сайын, жылдан жылға. Бір күні клапандар бұл қысымға шыдамай сыр береді. Варикоз. Бұл тамырдың ауруы емес. Бұл қозғалыссыздықтың ауруы. Тамыр мұнда жәбірленуші, ал негізгі кінәлі жұмыссыз тұрған бұлшықет сорғысы. Крем жаққанда немесе арнайы шұлық кигенде сіз тек салдармен күресесіз, ал негізгі себеп өзгеріссіз қала береді. Компрессиялық шұлық тамыр қабырғасын сыртынан демейді. Бұл әрине пайдалы, бірақ ол бұлшықеттің жиырылуын алмастыра алмайды. Ол тек көмекші, ал басты қозғаушы күш сіздің бұлшықетіңіз. Егер бұл механизм жасқа емес, өмір салтына байланысты өшіп қалса, оны қайта іске қосуға бола ма? Иә, болады. Сіз ойлағаннан да жылдамырақ іске қосуға болады. Онда жаттығуларға көшейік. Бірінші жаттығу аяқ ұшына тұру. Бұл соншалықты қарапайым естілгендіктен көпшілік адамдар оның маңызына мән бермейді. Адамдар әдетте күрделі аппараттарды немесе латынша атауы бар қымбат дәрілерді күтіп, қол астындағы ең қуатты құралды байқамай өтіп кетеді. Ал іс жүзінде нақты нәтиже беретіні осы жаттығу. Орындалу техникасы. Түзу тұрыңыз. Аяқтарыңыз енінде болсын. Ешқандай секірсіз, яғни рывоқсыз, баяу ғана аяқ ұшына көтеріліңіз. Балтыр бұлшықетінің қалай кернелгенін сезініңіз. Ең жоғарғы нүктеде 2 секунд кідіріміз, содан кейін дәл солай баяу төмен түсіміз. Өкшеміз еденге тиген сәтте кідірместен қайта жоғары көтеріліңіз. Сіз аяқ ұшына көтерілгенде балтыр бұлшықеті жиырылып, тереңде жатқан вена тамырларын қысады. Нәтижесінде қан жоғары қарай атылады. Ал төмен түскенде бұлшықет босаңсып, тамыр кеңейеді де төменгі жақтан жаңа қан порциясын сорып алады. Бір қозғалыс. Бұл жоғары қарай сығу, төменде толтыру. Бұл жай ғана гимнастика емес. Бұл вена қанының мәжбүрлі түрде айдалуы.
Ендік әсер беретін маңызды ереже. Жылдамдық. Баяу көтерілу 3 секунд, ұстап тұру 2 секунд, және баяу түсу 3 секунд. Жылдам көтерілгенде қан тым қатты екпінмен айдалып, клапандар үлгермей қалуы мүмкін. Ал баяу қозғалыс біркелкі қысым беріп, клапандардың дұрыс жабылуына мүмкіндік береді. Жартылай емес, барынша жоғары көтерілуге тырысыңыз. Амплитуда неғұрлым үлкен болса, бұлшықет соғұрлым толық жиырылады да, тамырдан көбірек қанды айдап шығарады. Күніне 2 рет, таңертең және кешке жасаңыз. 20 реттен 3 қайталым. Бұл бар болғаны 4 минут уақытыңызды алады. Небәрі 4 минут ішінде 120 рет толыққанды сигнал бересіз. Егер тепе-теңдік сақтау қиын болса, орындыққа сүйеніңіз. Егер тізеңіз ауырса, өзіңізге жайлы биіктікке дейін ғана көтеріліңіз. Есімізде болсын, бұлшықет сорғысы жартылай жиылғанда да жұмыс істей бастайды. Ең бастысы, оны тоқтатпау. Бұл жаттығу аяқтағы ауырлықты басудың және веналарды қайта жүктеудің ең тиімді жолы. Егер бірінші жаттығу тік тұрып сорғыны іске қосу болса, екінші жаттығу тамырларды бір мезетте қозғалту әрі барынша босаңсыту. Арқаңызбен тегіс жерге жатыңыз. Аяқтарыңызды жоғары көтеріп, велосипед педалін айналдырғандай қозғалыс жасаңыз. Ең бастысы, асықпаңыз. Әрбір айналымда аяғыңызды соңына дейін жазып, баяу әрі қалыпты қарқынмен қозғалыңыз. Сіз аяғыңызды көтеріп жатқанда, күні бойы сізге қарсы жұмыс істеген ауырлық күші алғаш рет сіздің пайдаңызға қызмет ете бастайды. Кеңейген тамырларда іркіліп тұрған қан гравитацияның әсерімен жүрекке қарай омай ағады. Бұл сәтте клапандарға түсетін салмақ бірден азаяды. Тамыр қабырғалары кернеуден босап тынығады. Бірақ сіз жай ғана жатпайсыз, аяғыңызды қозғалтасыз. Балтыр мен сан бұлшықеттері кезекпен жиырылып, қанды жоғары қарай белсенді түрде итереді. Нәтижесінде қос эффект пайда болады. Ауырлық күші плюс бұлшықет сорғысы бір мезетте жұмыс істейді. Қарқыны өте баяу. Бір толық айналымға 3 секунд жұмсаңыз. 2 минут жасап, 1 минут демалыңыз. Осылайша 3 қайталым жасау жеткілікті. Бұл жаттығуды міндетті түрде кешке ұйықтар алдында жасаңыз. Күннің соңында тамырларыңыз ең жоғары деңгейде жүктелген болады. Олар күні бойы қан бағанасын ұстап тұрды. Бұл жаттығуды жасау жоғары қысымды клапан арқылы сыртқа шығарып жібергенмен бірдей. Сіз тамырларды физикалық тұрғыдан босатып, олардың түнде өз пішінін қалпына келтіруіне жағдай жасайсыз. Үшінші жаттығу сізді таңғалдыруы мүмкін. Себебі ол аяқпен емес, тыныс алумен байланысты. Бірақ дәл осы әдіс бүкіл жүйенің жұмысын аяқтайды. Диафрагма бұл жай ғана тыныс алу бұлшықет емес. Бұл сіздің денеңіздегі үшінші сорғы. Оның тамырларға қандай қатысы бар? Сіз ішпен терең тыныс алғанда диафрагма төмен түсіп, іш қуысындағы қысымды арттырады. Бұл қысым іш қуысы тамырларындағы қанды жоғары жүрекке қарай итереді. Сонымен бірге, кеуде қуысындағы қысын төмендеп, төменгі бос венадан қанды жоғары қарай сорып алады. Әрбір терең тыныс алу бұл аяқтағы қанды жоғары қарай тартатын қуатты вакуумды сорғы іспеттес. Өкінішке қарай, жас ұлғая келе адамдардың көбі таяз, тек кеудемен тыныс алуға көшеді. Диафрагма дұрыс қозғалмағандықтан, аяқтағы қан жоғарыдан келетін осы қосымша көмектен айырылады. Орындалу техникасы. Ыңғайлы жатыңыз немесе отырыңыз. Бір қолыңызды ішіңіздің үстіне қойыңыз. Тыныс алу тек мұрынмен. 4-ке дейін санап, ішіңізді шар сияқты толтырыңыз. Кеудеңіз қозғалмай, кек ішіңіз көтерілуі тиіс. Ауаны іште 2 секунд ұстаңыз. Тыныс шығару кек ауызбен. 6-ға дейін санап, өте баяу шығарыңыз. Ішіңіз біртіндеп төмен түсуі керек. Күніне 3 рет, таңертең, түсте, кешке 10 циклден жасаңыз. Бұл әдіс тек қанды айдап қана қоймайды. Ол стресс гормоны кортизолды азайтып, парасимпатикалық жүйкені іске қосады. Дене босаңсығанда тамырлардың тонусы қалпына келеді. Осылайша тамырларыңыз 3 еселенген жеңілдік алады. Бұл 3 жаттығу бір-бірінен бөлек қимылдар емес. Бұл вена саулығын қалпына келтіретін бір тұтас инженерлік жүйе. Аяқ ұшына тұру. Төменгі деңгейдегі бұлшықет сорғысын іске қосып, қанды жоғары қарай итереді. Жатып жасалатын велосипед жаттығуы. Орта деңгейде тамырларды босаңсытып, гравитацияның көмегімен қан ағысын жеделдетеді. Диафрагмалық тыныс алу. Жоғары деңгейде вакуумды сорғыны қосып, аяқтағы қанды жүрекке қарай белсенді түрде сорып алады. Сіз бір мезетте 3 деңгейде жұмыс жасайсыз. Төменнен, ортадан және жоғарыдан. Осы үшеуі үйлесін тапқанда, веналық қанның айналымы ешқандай крем, мазь немесе қымбат дәрі бере алмайтын нәтижені көрсетеді. Себебі бұл сырттан таңылған ем емес, денеңіздің табиғи механизмін қайта тірілту.
Варикоз бұл үкім емес. Бұл сіздің денеңіздің қозғалыспен дұрыс қан айналымына деген мұқтаждығы. Күніне небәрі 10-15 минут уақытыңызды осы қарапайым, ғылыми негізделген әдістерге арнаңыз. Нәтижесінде аяғыңыздағы ауырлық жоғалып, жеңілдік пен қуат пайда болады. Сіз барлық жаттығуларды күн сайын орындасаңыз да, күткен нәтиже болмауы мүмкін. Неге? Себебі сіз параллельді түрде бұлшықеттеріңіздің жасаған еңбегін жоққа шығаратын әдеттерден арылмадыңыз. Бірінші, аяқты аяққа қойып отыру. Бұл халық көпшілігіңізге жайлы көрінгенімен, дене ішінде нағыз апат орын алады. Бір аяқты екіншісіне қойғанда, сіз тізе артындағы негізгі магистральды венаны қысып тастайсыз. Бұл қанның балтырдан жоғары қарай ағатын басты жолы. Сіз өз қолыңызбен қан ағысына бөгет қойып отырсыз. Екі аяқты еденге параллель қойып отыруды әдетке айналдырыңыз. Екінші, биік өкшелі аяқ киім. 4 сантиметрден биік өкше балтырдың бұлшықет сорғысын толығымен өшіріп бастайды. Аяқ өкшеде тұрғанда балтыр бұлшықеті үнемі қысқарған күйде болады да, толық жиырыла алмайды. Амплитуда жоғалады, тамырлар қысылмайды, қан іркіледі. Күнделікті өмірде 1-2 сантиметр өкшесі бар ыңғайлы аяқ киім таңдаңыз. Мүлдем жалпақ табан да идеал емес. Үшінші, сусыздық. Ағзада су аз болса, қан қоюланып баяу ағады. Бұлшықет сорғысы қою қанды жоғары итеру үшін 2 есе күш жұмсайды, ал клапандарға оны ұстап тұру қиындайды. Күніне 6-8 стақан таза су ішіңіз. Шай мен кофе судың орнын баса алмайды. Төртінші, шамадан тыс жылу. Ыстық ванна, сауна немесе күн астында ұзақ тұру тамырларды кеңейтеді. Сауыттарлар үшін бұл қауіпті емес, бірақ клапандары әлсіреген тамырлар үшін қосымша кеңею клапанның мүлдем жабылмай қалуына әкеледі. Жылу процедураларынан кейін балтырларыңызға 30 секунд суық су құйыңыз. Бұл тамырларды тарылтып, олардың тонусын қалпына келтіреді. Бесінші, созылмалы стресс. Ең басты жау. Бұл туралы сирек айтылады, бірақ стресс тамырларға бәрінен де қатты соққы береді. Жүйкеленгенде бөлінетін адреналин артерияларды тарылтып, қан қысымын арттырады. Соның салдарынан веналарға шамадан тыс көп қан құйылады. Стресс кезінде бұлшықеттер қатайып қалады, бірақ ырғақты жұмыс істемейді. Тамыр бұлшықет ішінде тұзаққа түседі. Стресс кезінде адам кеудемен ғана дем алады. Диафрагма қозғалмайды, демек жоғарыдан қанды сорып алатын механизм өшеді. Сондықтан да диафрагмалық тыныс алу ең маңызды жаттығу. Ол тек қанды айдап қана қоймайды, сонымен бірге жүйке жүйесін тыныштандырып, стресстің тамырларға тигізетін зардабын жояды. Бұл жаттығуларды жасағанда ертең тамырлар сиқырланғандай жоғалып кетпейді. Бірақ алғашқы өзгерістер сіз ойлағаннан да ерте басталады, 4 күннен кейін. Кешке аяқтағы ауырлық сезімі басылады. Бұл бұлшықет сорғысының іркіліп тұрған қанды айдай бастағанының белгісі. 2 аптадан кейін ісіну азаяды. Тамырдан тіндерге шығып кеткен сұйықтық қайтадан арнасына оралады. 4 аптадан кейін түнгі тартылулар судорога серейді. Бұл тек магний жетіспеушілік емес. Бұл қан айналымы бұзылған бұлшықетте жиналған улы қалдықтардың тазаруы. Сорғы жұмыс істесе, бұлшықет тазарады. 2 айдан кейін тері бетіндегі ұсақ күлгін жұлдызшалар ақшылдана бастайды. Себебі ұсақ тамырлардағы жоғары қысым төмендеді. Егер тамыр қайтымсыз созылып кетсе, жаттығу оны бұрынғы қалпына келтірмеуі мүмкін. Бірақ ол ең басты нәрсені жасайды. Аурудың дамуын тоқтатады. Ол сау тамырларды қорғайды және клапандардың жүктемесін жеңілдетеді. Жылдар бойы сіз варикозды тұқым қуалайтын, қайтымсыз үкім деп естіп келдіңіз. Бірақ сіздің денеңізде кез келген кремнен немесе шұлықтан қуаттырақ механизм бар. Ол тек кір нәрсені, сіздің оны іске қосуыңызды күтіп тұр. Егер бұл ақпарат пайдалы болса, лайк басып арнаға жазылыңыз. Өзіңізді күтіміз. Аман болыңыз.